Сәлем достар, бүгін сіздермен банан қосылған нанымызды жасаймыз. Оған 3 тал банан, 1 банка сгущенка, дрож, жұмсақ болу үшін азырақ сұйық май, тұз, ұн керек. Бананды осылайынша ашып, оны езіп аламыз. Осылайынша бананды езіп алдық. Сөйтіп оны ұнымызға қосамыз. Қосып, илейміз. Одан кейін жылтып қойған сгущенкамызды оны да қосып, қамыр жасап илейміз. Міне осылайынша қамырымыз дайын болды. Біз қамырды жылы сүтпен иледік, өйткені ол көтерілу керек. Міне менде осылайынша 2 қамыр жасадым. Оны көтерілсін деп біраз уақыт қойып қойдым. Содан кейін қызып тұрған духовкаға оны салып пісіріп алдық. Міне дәмді, әрі ыстық, жұмсақ, әдемі нанымыз дайын болды. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.